Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі пәнінен 97-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, неше 5, неше 7, қанша 10, қанша 20, нешінші 50-ші. Жақсы, ережені есімізге түсірсек, суреттерге қарайық. Неше алмұрт көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. 6 алмұрт. Балалар, бір қолда неше саусақ болады? Жақсы, жарайсыңдар. 5 саусақ болады. Ал 2 қолда неше саусақ болады? Дұрыс айтасыңдар. 10 саусақ. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңнің тақырыбы 10 саусақ. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Тілектес болғанда айналар қорғанға. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Не жетсін бірігіп тілектес болғанға. Авторы Серікбай Оспанұлы. Балалар, өлең не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. 10 саусақ туралы айтылған, Өлеңнен сан есімдер табайықшы. Қанша саусақ? 5 саусақ. Неше саусақ? 10 саусақ. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Сөздерді берілген үлгі бойынша жаз. Сөздерді оқып шығайық. 2 дос, 4 оқушы, 5-ші қатар, 6 дәптер, 1-ші сынып, 9 өсіргіш, 10-ші қабат, 3-ші апта. Үлгі бойынша, яғни неше және нешінші деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді бөліп жазамыз. Неше? 2 дос. Неше оқушы? 4 оқушы. Неше дәптер? 6 дәптер. Неше өшіргіш? 9 өшіргіш. Яғни неше деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазып болдық. Келесі нешінші деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Нешінші қатар? 5-ші қатар. Нешінші сынып? 1-ші сынып. Нешінші қабат? 10-ші қабат. Нешінші апта? 3-ші апта. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі 3-ші жаттығуға қарайық. 3-ші жаттығу. Жақшаның ішіндегі сандарды жақшадан шығарып сөзбен жаз. Айдардың қояны көжектеді. Ол досына, яғни жақшаның ішінде тұрған 3 санын сөзбен жазып шығамыз. 3 көжек берді. Көршісі Алтынай 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде 3 көжек қалды. Барлығы неше көжек? Досына 3 көжек берді. Алтынайға тағы 1 көжек берді. Өзінде 3 көжек. Сонда барлығы неше көжек? Дұрыс айтасыңдар. 7 көжек. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қояйық. Неше көжек? 3 көжек. Неше көжек? 1 көжек. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.